осынан мына Расул Про деген адамға тіркеліп кетіңіздер. Бұл адам өте маған подписчик еткен, мен де бұған подпискамын. Өте топовый видеолар түсіреді, 65 подписчик. Кеше қарасам, не бопты? Не бұл осындай андай монтаждап түсіреді, не істейді. Осындай суреттерін ойлайды, монтаждайды. Короче, достар. Кеше видеомен қарасам, мен Расул Продан саған келіп тұрмын деп маған көбі жазды. Ал енді екінші адамды көрсетем. Достар, жаңа деміне әткейсінар. Ай, неме отқоңы. Короче, осағында тіркеліп кетіңіздер. Егер де мені Расул Про осы екеуін көрсетсіңдер, комментарий жазып кетіңдер. Комментарийға подписчиктер көріп тіркеледі. Короче, давайте біз видеоны бастаймыз. Достар, қарсы болыңыз. Мына жақта мынау менің аккаунтты жағынан саған. Үнсінің жағынан саған аккаунтты. О, блядь. Сейчас я что секрет один. Матчта не отримали. Жаңа сіздер білесіз ғой. Мен жақта 3 қорқыныш секреті бар. Бұл дереу обычный бір маньяк бар да, террастан жерінде гаражда ма, қалаларда ма, ішінде маньяк болды, адамдарды өлтіреді осы жақтағы. Міне қазір көрсетем. Міне осы дверь маньяк ескерді адамдар қамап қояны қырғанды. Ал ана дверь магазин. Сонда ана магазина маньяктың гаражындағы магазина. Ол адамдар сол жерге сойды, адамның мүшесін сататкен. Білмеймін, короче. Мен сосын осындай оқиға қосты. Бұндағы сондай деп көріп жатыр, осындай деп түсінімізде ұстамызға қосып бағын. Ал енді тағы бір нәрсеге кеттік. Кассирға барамыз, сосын ұстамыз. Ана жерде тесік көріп тұр ма? Кассирдің жерінде тесік болған. Сол оны фильмінде картина кім еді? Бір баланың қолы бекітеді ғой, оны сол тесікті. Сол тесікті тұнқылап үшті фрифаны станов ойнасыңыздар, сол тесікті бір бәлек шығады. Көз жанама дейді, түсінен қалды. Адам сиырға кететін болсақ, сиыр тоже маньяк екен. Сиыр убийца ма, маньяк па, қаншы Джейсон ба, неме өзі маньяк болды. Біз алдында тексеріп көрдік, түнгі сағат 3-те. Тексеріп көрдім бір көрдім. Сиырдың қасынан адам спецназар шықты, мен бақты. Еріп жатыр, диарыстарын спецназар. Санатын бүкіл террористермен спецназар жатты. What the fuck дедім. Түнгі сағат 3-те тексерген соғыш. Мен ана сиырдың көздері қанған қып кетеді. Аяқтар пышақ деп кетеді аяқтар. Қаттың қаймас. Білеміз, не тұрып атыр қой, өтірмендер жан жақта спецназардың жеріндегі тесікті көрсетейік та. Арамыз ғой дейді. Әкімсің қатты ой шелек. Егер де сіздер менен бірге станок ойнағыңызды келсе, айди айтыңыздар, мен жазам. Видеоның станок ойнасаңыздар, айди айтыңыздар, бірге ойнаймыз бәріміз. Кімде станок бар, солар оны айди айтсын, ал кімде станок жоқ, солар жалпы ойнаңыздар. Это вам подписчикпен ойнаймыз, ақырындап дамаймыз станоктан. Келісетіндер болса, мен станок бар, ойнаймыз. Сонымен бұл айди жазып кетіңдер болсын.
Соңғы аяна тұр. Ой. Қадашын. Ой. Қорқпа мұғымның оғын чөртіс келген. Бүйтін керек қой, ақымақ. Қасырдың қалған бір битса. Сері битса кел. Мен өлген адамдар шайды өңке. Осы керебен адамдар ма білмей. Қанған адамдар шайды өңке. Вот жерін тайнасы осы ашылды. Вот жерін тайнасы. Ол жазылмай қойсай. Деревья. Өндірістер негізінде обычный деревья болған. Сосын тағы да басқан жерлерді көрсеткен, короче. Қорқынышты. Шелендерский. Ой! Сразу үй твар аштық бесі, ешек. Мына вывод жүрген жерде, короче, спецназарный тесік бар ғой. Кауды түспет неме? Ой, жоқ. Құдық, иә. Құдық па неме дейді? Сол арағын. Қатшы соның ішінде тұмса түсті бір. Онан отырады ғой, ona деген киноның басында. Бауын қон жеп теседі, оны. Сол жерде сондай бір қып-қызыл көзі жанатқан. Ал енді соны сандық иратыштың тайнасына дейін. Бұл немеген ондай деп сұратың жастар. Неге біз бұған кірамаймыз, бірақ менде бокстарын сұратың егер. Неге тұра дейм. Қарчайдан бұны. Бұл бокстарын ішінде қарчана неге. Неге? Адамның жүзі сондай, ана мұна сеңір бұзау дегендей. В общем, стандартын. Сондай тайнасы бар. Соған жартысы дегендей. Енді бұға дейбіт. Соған дейбіттің мақсаты, террористер мақсаты сол фабриканы жарып жіберу да. Аспесіндері оған жол бермейді. Ол фабрика керек қой. Ол фабриканы сіздер ойлайтын шығарсыздар. Тамақ шығарады, көлік шығарады деп. Ол ондай фабрика емес. Короче, жануарларды сойып ішіндегі нелерін чикі дейді, сатып жібереді. Оның ішіне бір нәрсе қосып. Сосын террористер жарайын деп жатыр оны. Анда біріншіден жерді білетін шығарсыздар, ол тоже ана Франция ғой, Франция ма? Несі? Францияда ой. Сол привычный. Бұрынғы станоктың бұрынғы версиясында бір соның ортағы жерінде қамаудың алдында бір не тұрушылар жауқа. Ал жауқа қайда тұр деп сұрасыңыздар, оған бір тауардың қасында тұр. Ағаштардың ортасында, су тауардың қасында. Оны қайдан біледі десеңіздер, бір мод бар, бүкіл ойынына құпия жерлерін анықтайды. Мысалға, Counter-Strike'дан еврелерге кірамайсың ғой, соның ішін анықтайды не бар екен. Қазір Сан-Ярдс кәдімгі ауыл сияқты, деревья сияқты. Ал енді мынау не? Не анау? Үй. Деревьяның астында үй тұрушы бет. Қала ғой ма ол вообще емес. Кәдімгі өзінше тұрған деревья Сан-Ярдс. Бірақ ана қала не үшін тұр мұның қасында? Так тұр мен абып бағын. Кәдімгі енді мұны магазин ба қаланың ауылының қасына үй қойыпты. Сіздерге бір фишка көрсетейін ба, осы жердің досыңыз аталады, Ильяның мусорына танытасыз. Мысалы, сіздің досыңыз ана жерде мусорын артынан қырып кетеді. Мысалы, бүйтіп қараңыз. Сіз балконда біреуді күтіп тұрасыз, мысалы, досыңызды өзін жауыз ойнасаңыз. Сосын сіздің досыңыз алып мен өзі көзіп тұрады да, аспаны қалай өлтіресіз көрсетейін қазір. Сіздерге бір прицел бар, автомат болу керек. Короче, бүйтіп тұрастырды. Бүйтіп тұрасты. Ал егер ол келмей жатса, өтіртінен бұйт айналып барасыз. Мусорнасына артында тығылып тұрса, айналып барасыз. Мына жақтан бармаңыз, көріп қояды. Үстіне секіріп, қысып, пышақтап кетесіз.
енді становщиктар ғана станов ойнасаңыздар маған айтыңыздар. Короче, становтан пожалуйста фишка алып көрішті. Осындай құпия жерлер. Достар, қараңыздар, үшін сізге досыңыз керек. Мына жерде досыңыз керек болады, өте қатты. Мына жерде досыңыз тұрады. Сол алып ұстау керек, или өзі жатқан автоматтан. Ең бастысы сіз абон істейсіз, или процессор бар. Кейде автомат. Сіз мында шығасыз да. Мен просто өзім жазып отырмын. Ата есіңіз болады. Анда бомбада. Мысалы бомбада бүйтеді. Сіздер білмейсіздер ғой, террористтің қайда өтетінін. А или Б, яғни граната бассыздар, газ сондай барасыздар. Уақтырасыз, мұн жаққа уақтырасыз, и потом арт жақтан мұн жаққа уақтырасыз. Еттен сол жерден келіп өлтіріп кетеді. Мен көбінесе сол үшін. Енді тағы да бір фишка. Пробаларға арналған. Білмеймін, монтер мұнда көбісі шығып алады. Ютубтан көрдім. Ой. Так. Даже өтіп қойшы. Мұнда. Сұрғанда терезеде бір старик тұрады ғой. Терезелерді стариктар тұрады. Бір атаның суреті тұрады, бірақ ол атаның суреті өте көп. Сақалы нелер тұрады. Көрдіңіздер ме? Ана монстр ауылын ашып тұр. Мен ол старик, басы, өзі, күліп тұрған аузы, ташы. Короче, арғары кейнесі ғой. Ана жақта бір ауыл тұрған. Бочканың ішінде не бар деп ойлайсыз? Ал көріңіздер, мен сіздерге 5 секунд беремін. Это 10 секунд. Таппасыңыздар айтайын, мына бочканың ішінде, короче, мыналардың ішінде бір нелер бар. Адамдар жаңағы қандарына, бочкадағы адамдар қандары қойып тұр. Оның ішінде адамдардың еті. Және тағы да бір Сандиартстың құпиясы. Тас көрістер. Жұмыстар, міне біз Анштонның бомбаға қойдық Сандиартс бар. Бұл жерде сіздер тоже прицел бар автомат табасыздар. Бәне маңдаңыздар, не? Мұны кім деп ойлайсыздар? Әрине кішкентай бала. Қарады, кішкентай балаға ұқсайды. Кит дейтіндей балаға. Сонымен сонда құпияны жатымына қойсын. Құпияны ашылды. Мұн жаққа уақыттар көріп. Так, енді гранатаны не уақыттырсыз. Мұн жаққа уақыттырсыздар. Әйтеуір мен бекер оқтым. Жаңа терезені қараңыздар. Терезеде бағанағы сурет, стариктің суреті, тағы старик, жаңағы старик қайталай берген. Ана үйдің ішінде тағы не бар деп ойласаңыздар, бойын қанған. Станов сондай құпиясын жасырады. Ал ең қорқынышты жер. Анарық. Несі қорқынышты деп сұрап жатқан шығарсыздар, қазір көресіздер. Блин, қасында мотор қайтып өзінде отырмаған. Суд. Ой, шәлек, әкенің аусың. Қисық аяқ. Қазір сағаттың дауыс тұрады. Сағаттың қысынан спецназармен террористер ілініп жатыр. Асылық болған, короче. Өліп болған. Становтың бүкіл террористері, спецназар. Осы картының бүкіл спецназымен бүкіл террористері қарауы жатыр. Зона 9-ка, провинчтікі, Сандиартстонтікі, аренаныкі, солар террористері қандай көмір. Мына мусорный жәшікке келетін болсақ, обычный мусорный жәшік. Мен бұны ютубер көрсетті. Орыс. Мына мусорный жәшікті ешкім ашамады. Сонда мод жасты, ол мусорный жәшіктің ішіне кірсе, yoki тош қан жанармен
сумка. Обычный, тоже обычная машина. Он багажында, короче, не бар екен. Ішіне бір адам багажына. Мынай мынай ескіне көндіріп, қайтадан жаңағы старик тұр. Страшно, конечно, ё-мо. Сонымен на терезе кәдімгі обычный. Егер сізді сұрайтын шығарсам, картаның сан жартысы санатты оңған. Сан жартысының картасынан неге басқа да осындай жерлер жоқ. Ол жақтарды жауып тастаңыздар. Бокстарын жасырып қойған. Бұл бұрын ашық тұрса. Бұның ішінде неше түрлі оружие, сондай жаңағындай түрі қанған дегенде. Әді осымен жоқпауым, бірақ есіктен ашылып. Есіктер үй, қараңыздар. Жаңадан санатқан үй. Бірақ бұның терезесі жоқ, не ан жағында есігі жоқ, не мұн жақта есігі жоқ. Мында есік бар. Қалай келеді оны? Есік болу керек қой мында, именно бүкіл жерінде. Достар, с вами Роман Николаевич. Подписывайтесь, давайте.